Қайырлы күн, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдарша өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз геморройды қарапайым емдеу жолдары. Егер де пайдалы айдарша өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші емдеу жолы: 90 грамм у сарымсақты турап, жаншып, қайнаған салқын суға 24 сағатқа қойып, сүзгіден өткізіп, әр күні кеште 20-30 милден 7 күн жалғастырып, клизма жасау керек. Екінші емдеу жолы: ұсақ жапырақты жалбызды лайықты мөлшерде нілі шыққанға дейін ыстық суға бұқтырып қойып, күніне 3-4 рет клизма жасау керек. Үшінші емдеу жолы: 1 килограмм асқабақ тұқымын 2 литр суға қайнатып, күніне 2 рет 4-5 күн жалғастырып булау керек. Төртінші емдеу жолы: пиязды лайықты мөлшерде турап, сиыр майына пісіріп, жаншып, жаншылғандарыны геморройға жақсы ауырғаны басады. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.